Қайырлы күн, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің пайдалы кеңестерім ұнаса лайк басып, пікір жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге ас үйде қажет болатын пайдалы кеңесіммен бөлісемін. Біз әйелдер қауымы ыдыс аяқ жуған кезде ас қалдығы, мынадай ас қалдықтары қалады. Сол ас қалдығы құбырға түсіп кетпеу үшін, құбырымыз бітеліп қалмау үшін мен сіздерге кішкене ғана пайдалы кеңесіммен бөлісемін. Ол үшін бізге қарапайым коланың бутылкасы, ол ракинаның тесігіне сәйкес келуі керек. И канцелер пышағы, тесік жасау үшін темір құрал керек. Ол үшін біз газды пайдаланамыз. Газ пайдаланған кезде абай болу керек. Тұтатып, теміріміздің ұшын қыздырамыз. Теміріміз қызғанша біз коланың бутылкасын кесіп дайындап аламыз. Сөйтіп, мына дайындаған темірімізді тесеміз. Осылай көп тесіктер болғаны жақсы. Біздің тесікте қоятын құбырға ас қалдықтар кетпеу үшін пайдаланған неміз дайын. Тексеріп көрейік. Мінекей. 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 Осылай алып, мусорға тастап, ішін жуып шайып қоюға болады. Мінекей. Жуып, шайып, келесі пайдалануға болады. Менің ас үйде көрсеткен пайдалы кеңесім пайдаларыңызға жарасын. Егер ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытып кетпеңіздер.